Құрметті Светлана Қабекенқызы, сізге екі сұрағым бар. Бірінші сұрағым, мына мемлекет тарапынан азаматтарды жұмыспен қамтамасыз ету үшін, жұмыс орындарын ашу үшін көптеген бағдарламалар жүзеге асырылуда. Ол бұрыннан да асырылып келе жатыр. Бірақ осы бағдарламалардың ешқандай да нәтижесі жоқ. Сіздердікі құр сөз, сылдырлаған сөз. Талдау жасалмайды. Нарықтағы не болып жатқанын білмейсіздер. Ұлттық экономика министрлігі бар, өнеркәсіп және құрылыс министрлігі бар, Қазақстан даму банкі бар, жобалар жүзеге асырып жатқан. Олармен байланысыңыз жоқ. Тек қана бағдарламаларды жүзеге асырып, жобаларды қолданысқа енгізесіздер, ары қарай оның нәтижесін көрмейсіздер де, қаражаттың қайда кетіп жатқанын сіздер қадағаламайсыздар. Неге қаражат тиімсіз жұмсалып жатыр? Осыған жауап беріңізші. Қашан нәтиже болады? Мысалы, кәсіптік оқыту дейді, бизнес бастау дейді, жастар практикасы дейді, қоғамдық жұмыстар дейді, ұрпақтар келісім шарты дейді, күміс жас дейді. Осы жобалар бар қазіргі кезде. Қандай нәтиже қарапайым халыққа? Екінші, кәсіптік оқыту платформасында 606 курс бар екен. Соның 20% ғана қазақ тілінде оқытылады. 80% орыс тілінде оқытады. Неге қазақ тілділер осы курсқа қол жеткізе алмайды? Әлде бұл біреудің бизнесі ма жасап жатқан? Осыған жауап беріңізші. Жақсы. Негізі сіздің қойып отқан сұрақтарыңыз, Нұртай Салихұлы, өте дұрыс. Өзі баяндамамда мен атап өттім. Қазіргі уақытта мемлекет қана өзі ең басты жұмыс беруші ретінде ғана көрініп отыр. Негізі нақты айтсақ, іске асырылып жатқан ұлттық жобалар, тұжырымдамалар және де даму бағдарламалары региондардың бәрі де жұмыс орнын ашу керек. Негізі осындай бағдарламалар болмау үшін қазіргі уақытта ол жерде тек қана 20% ғана ашылып отыр. Бүгінгі біздің көрмеде көрсетіп отырған 755 инвестициялық жобаның ішінде 150 мың жұмыс орны ашылу керек. Ал барып қарасаңыз, ол 150 мың емес, тек қана 70 мың ғана жұмыс орны. Сондықтан, егер мемлекеттің осындай бағдарламалар болмаса, жұмыссыздықтың деңгейі өте жаман болып, ертең қоғамның өмір сүруі негізі төмендейді. Басында мен атап өттім, осы бағдарламаларға енді соларға қалай айта кетті. Благодаря этим программам мы удерживаем уровень безработицы на уровне 4,7%. Сегодня министерство предложило изменить всю систему государственного планирования. Это Министерство национальной экономики, Министерство финансов и все остальные администраторы программ, которые реализуют те или иные бюджетные инвестиции. Мы прекрасно видим, что на сегодняшний день заработная плата казахстанцев в структуре ВВП проходит всего 30%, а тогда как чистая прибыль бизнеса идет 61%. Это полное искажение. В странах ОЭСР эти показатели идут непосредственно наоборот. 50% это заработная плата и выше, а доходы бизнеса от 20 до 30%. Сегодня мы имеем обратную картину. Поэтому мы и говорим, что каждый проект, когда он будет планироваться, наш инновационный навигатор поможет в этом. Нуждается ли этот регион, это село, населенный пункт в том или ином проекте? Какие трудовые ресурсы есть там на сегодняшний день? С образованием, без образования, безработные с работой и так далее. Мы привели на этот проект еще и благодаря интеграциям, это вот с Министерством просвещения, все ТИПО разместили. То есть мы конкретно знаем, если реализуется проект какой-то, там, скажем, строительство завода, и по профилю, есть ли, скажем, образовательное учреждение, которое готовит непосредственно тех специалистов, которые будут работать. Жаңа ұштас труды отырмыз ғой, кадрлар мен еңбектің нарығының сұранысын. Дәл сол жұмысты біз қазір жасап қойдық. В систему государственного планирования, методологию вносятся изменения, где мы закрепляем, что если юридическое лицо берет бюджетные инвестиции, то он должен взять на себя обязательства. Во-первых, создать рабочие места, а эти рабочие места должны быть качественными. Заработная плата должна быть не ниже 250 тысяч тенге, работа должна быть постоянной. Иначе к ним уже будут применяться меры, скажем, фискальные меры.
потому что это бюджетные инвестиции. Оқыту курстары, дұрыс айтасыз. Біз ол жұмысты жаңа бастадық қой. Жаңа бастадық, мен айттым, 271 ақысыз тегін көрсетіледі. Сол курстардың өзінде 400 мың адам бесплатно прошли обучение. Это работа дальнейшего, она сейчас все. Соны айтып отырмын, мен қазір ол жұмысты жүргізіп жатырмыз. Нұртай Салихұлы, көріп отырсыз, осы жылдың шеңберінде қанша жұмыс жасалды, неше жоба іске асырылды, бәрін Станқа деген қыз осы курстарды қазақша тілде өткізуге сондай міндет қой айтып отырғанды.